Сен құлақтан шығатын сарғылт бөліністі байқап көргің келе ме? Ал ішінде нағыз жәндіктер салынған мұз кәмпитті ше. Анализге тапсыруға арналған құтыдағы ашық сары сұйықты ішуге батылың жете ме? Көріп тұрғандарыңдай, бүгін мен сендерге әлемдегі ең жиіркенішті тәттілер туралы айтып беремін. Егер сен менің арнама әлі жазылмаған болсаң, дәл қазір соны түзететін уақыт келді. Тез жазылу түймесін және қоңырауды бассаң болды. Сонда алдағы жаңа видеороликтерді жіберіп алмайсың. Айтпақшы, видео соңында қызықты ойын болады. Сондықтан видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ендеше көп бөгелмейін, видеоны бастайық. Шоколадты нәжіс. Бұл тізімдегі ең жиіркенішті тәттілердің бірі. Ол нағыз жөргектерге арналған, сыртқы түрі адамның физиологиялық қалдықтарына ұқсайтын шоколад кәмпиттерден тұрады. Қорапта көрсетілген нұсқаулықтарға сәйкес, жеймін десең, алдымен жөргекті бірнеше секундқа микротолқынды пешке салып, содан кейін еріп, жабысқақ болған шоколад ботқасынан ләззат алуың керек. Мұндай жиіркенішті нәрсені ойлап табу кімнің ойына келгені белгісіз. Тағы бір мысал, құлақтан шыққан бөлініске ұқсайтын кәмпит. Бұл кәмпиттің қаптамасы пластикалық құлақ пішінінде жасалған, ал ішіне жабысқақ қызыл сары түсті желе тәрізді масса құйылған. Бұл желе құлақтан шығатын бөлініске ұқсайды, бірақ дәмі тәтті. Оны арнайы мақталы таяқшамен құлақтан қырып алып жеу керек екен. Ол пластикалық құлақпен бірге сатылады. Кәмпиттің дәмі апельсинге ұқсайды, бірақ бұл мүлде маңызды емес, өйткені оны жеген кезде оның өте жиіркенішті көрінетінін елемеу мүмкін емес. Келесі тәтті жарадағы кепкен қабыршақ түріндегі кәмпит. Оның атауы жараңды жала деп аталады. Бұл өте оғаш тәтті. Жабысқақ пластир түрінде келеді. Ол теріге жабыстырылады. Пластирдің ортасында тікбұрышты бөлік орналасқан қақпағы бар. Оны ашқанда жараның кепкен қабыршағына ұқсайтын өте шынайы көрінетін кәмпитті табасың. Оны жалап жеу керек. Егер кәмпит бітсе де, уайымдаудың қажеті жоқ. Қаптамада әрдайым ауыстыруға болатын қосымша қабыршақтар бар. Хотликс компаниясының жәндіктері бар кәмпиттері. Америкалық Хотликс кондитерлік компаниясы ең таңғаларлық салмалармен кәмпиттер шығарады. Олардың негізгі өнімінің ішінде шаян, шегіртке, құмырсқа, құрт, қоңыз және басқа да жәндіктер бар. 1982 жылы құрт пен мұз кәмпит жасап шығарады, және бұл тәжірибе сәтті болды. Мұндай тәттілерге сұраныс артып, қарапайым алма, апельсин немесе лимон дәмдеріндегі кәмпиттерінің орнына анағұрлым қызықты көрінген. Осылайша шегірткелі және тіпті шаянды мұз кәмпиттер пайда болды. Барлық кәмпиттер мүлде қауіпсіз. Олардың ішіндегі жәндіктер арнайы фермаларда өсіріледі екен. Зәр талдауына арналған құтыдағы қышқыл кәмпит. Кәмпиттерді талдау құтыларында сатады деп кім ойлаған? Кейбіреулерге бұл идея күлкілі болып көрінуі мүмкін, бірақ көпшілік үшін ол жиіркенішті. Тығыз жабылатын қақпағы мен жапсырмасы бар құтының іші стерильді түрде ашық сары, жабысқақ сұйықтықпен толтырылған. Қарап тұрсаң өте шынайы көрінеді. Шынымды айтсам, мен мұндай кәмпитті өмірімде дәмін көремін деп айта алмаймын. Дегенмен оның көңілді пранк ретінде қолдануға болады. Тек елестетіп көрші, сен достарыңмен немесе туыстарыңның көзінше талдау құтысын шығарып алып, одан рахаттанып тұрып, қандай дәмді деп таңырқайсың. Чили бұрышы қосылған мұз кәмпиттер. Бұл мұз кәмпиттер чили бұрышы пішінінде жасалып, тура сондай ащы күйдіргі дәм шығарады. Мұндай тәттілер асқазан ішек жолы әлсіз адамдарға мүлде болмайды. Олар 3 түрлі дәмде шығарылады: ханбанеро, хальпеньо және чили. Ащы бұрыш дәмі бар мұз кәмпитті не үшін сорып көру керек екені жұмбақ күйінде қалады. Мүмкін адамдар мұндай кәмпиттерді көбінесе Хеллоуинге арналған әзіл ретінде сатып алатын шығар. Қан пакеттері атты тәттілер. Бұл тәттілердің қаптамасы ауруханада қан құю кезінде қолданылатын мөлдір шағын пакетке ұқсайды. Ішінде шие мен құлпынай дәмі бар тәтті шәрбат болады. Тәттіні алу үшін оның тамшылатқыш түтігіне ұқсас құрал арқылы сорып шығару керек. Әр пакеттің сыртында қан тобы, донордың аты және жарамдылық мерзімі көрсетілген. Тіпті шынайы көрінетін жапсырма қағазы да бар. Мұндай ерекше шәрбат көбінесе Хеллоуин қарсаңында сатылады, бірақ оны жыл бойы AliExpress сайтынан да табуға болады. Жалпы алғанда бұл тәтті маған жиіркенішті болып көрінбеді, керісінше қызық әрі ерекше деп ойлаймын. Мұрын шлангатты кәмпит.
Бұл кәмпит 2 бөліктен тұрады. Өте ұсқынсыз мұрын пішініндегі бетперде және жабысқақ сұйық кәмпит. Бетпердедегі қолдан жасалған мұрынды басқанда тәтті сұйықтық тікелей сенің тіліңе тамшылайды. Сұйық кәмпит жасыл түске ие және алма дәмімен ерекшеленеді. Ал мұрын пішініндегі бетперде безеу мен сүйелдер басқан сияқты көрінеді. Егер сен тіпті қолдан жасалған мұрын сұйықтығында дәмін көргің келмесе, бірақ бәрін таңғалдыратын ерекше бетперде киюді қаласаң, уайымдама. Қызыл қақпақтың көмегімен жасыл жабысқақ сұйықтық ағатын тесіктерді жауып қоюға болады. Горилланың мұрын бөлінділері. Бұл кәмпиттер шын мәнінде азиялық асханаларда танымал. Тәтті кептірілген қара бұршақтар болып табылады. Кореяда болғандар мұндай нәрсені бұрын көрген болуы мүмкін. Оларды дайындау процесі алдымен жұмсақ массаға дейін ұрып, содан кейін ұсақ бөліктерге бөліп қалыптау. Безеуге ұқсайтын кәмпит. Мойындандаршы, маңдайдағы безеуді қысып көргендер бар ғой, бірақ оның ішіндегі бөліністердің дәмін көрмек түгілі ойлаудың өзі жиіркенішті. Бірақ сондай тәтті жасап шығарылған. Жемісті тәтті шарбатқа жету үшін оны қолдан жасалған мармелад безеуінен қысып шығару керек. Бенбузлд кәмпиттері. Бұл желе түріндегі кәмпит. Әрбір бенбузлд қорабында 10 түрлі түсті және 20 түрлі дәмді кәмпиттер бар. Әр түстегі кәмпиттің біреуі дәмді болса, екіншісі өте жиіркенішті дәмде. Ең қызығы, ешкім алдын ала қай дәмнің дәмді, ал қайсының жиіркенішті екенін білмейді. Бұл кәмпиттер кештер мен ойын-сауықтарға өте қолайлы өтеді. Жаман дәмдердің тізімін оқыған соң бәрі түсінікті болады. Мысалы, көгерген ірімшік, балалар жөргегі, шіріген жұмыртқа, құсу массасы және тағы басқалары. Балық дәмі бар кәмпит. Мұнда бәлкім неге бұл идеяның өте сәтсіз екенін түсіндірудің де қажеті жоқ шығар. Жарқын түсті фольгаға оралған бұл кәмпиттер сырттай алдамшы көрінеді, бірақ оларға алданып қалма. Бұл кәмпиттердің негізгі құрамында тунец бар, оған көп мөлшерде химиялық қоспалар мен қант қосылған. Дәмі ұзақ уақыт өңделіп, қапталып, сөрелерге қанша тұрғаны белгісіз кептірілген балыққа ұқсайды. Азия дүкендерінің бірі бұл тәттінің дәмін табиғи, пайдалы және балғын деп сипаттайды. Өкінішке орай, біз бұндай кәмпиттің дәмін көруге батылдық ете алмайтындықтан, оны өткізіп жіберуге тура келеді. Алайда оның дәмін татып көргендердің айтуынша, оның дәмі де идеясының өзі де тым жиіркенішті. Ал саған осы аталғандардың ішінен қай тәтті ең жиіркенішті болып көрінді? Ал мүмкін керісінше осылардың бірінің дәмін көргің келе ме? Пікіріңді міндетті түрде комментарийге жазып қалдыр. Оқуға маған өте қызық болады. Айтпақшы, видео басында атап өткендей, сендерге ойын болады деп едім ғой. Ендеше мен сендерге тапсырма бергім келіп тұр. Осы көрсетілген фотодағы заттың атын табуларың керек. Бұл нәрсені әлемнің барлық адамдары қолданылады, бірақ жеуге жарамсыз. Тапсаң комментарийге жазып қалдыр.